Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біздің екінші дәрісімізді жалғастырамыз. Екінші дәрістің тақырыбы батик технологиясы, өнер мен шеберлік. Бұл дәріс студенттерге батик өнерінің негіздерін, бояу және резервтеу әдістерін үйрету арқылы мата бетінде сәндік композициялар орындау дағдыларын қалыптастыруды мақсат етеді. Бұл тақырыпта кіріспенің және мақсаты, яғни айта кететін болсақ, негіздерді үйрену, батик өнерінің іргелі принциптерін бояу және резервтеу техникаларын меңгеру. Екіншісі, дағдыны қалыптастыру, мата бетіндегі көркем және сәндік композициялардың өз бетінше орындау дағдыларын дамыту. Үшінші, шығармашылықты дамыту, студенттердің шығармашылық әлеуетін ашу және өнерге деген қызығушылығын арттыру. Батик матаға сурет салудың ерекше әдісі. Ол әлемдік сәндік қолданбалы өнерде маңызды орын алады. Батик өнерінің шығу тарихы және түрлері олар. Яғни батиктің атқаратын міндеті батик өнерінің пайда болу тарихымен, оның географиялық таралу аймақтарымен және негізгі түрлерімен ыстық, суық түйінде еркін батикпен таныстыру. Яғни бұл батиктің тарихқа шолатын болсақ, батик шығу тегі мен дамуы ол Индонезия, Үндістан, Жапония және Қазақстанда қолданылу туралы мәліметтер туралы айтылып өтіреді. Яғни Индонезия, Үндістан, Жапония мемлекеттерінде осы батиктің ең бірінші түрлері осы мемлекеттерде пайда болған. Батиктің түрлерінің ерекшеліктері. Батиктің негізгі түрлері мен олардың әрқайсының техникалық ерекшеліктерін зерттеу. Батиктің шығу тегі және дамуы ол жаңа айтылып кеткендей, алғашқы слайдта, ол Индонезияның батик отаны. Батик өнерінің ең көне және ең дамыған орталығы Индонезия, әсіресе Ява аралы. Батик сөзі яван тілінен шыққан, тамшы немесе нүкте деген мағынаны білдіреді. Дәстүрлі Индонезия батигі ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларын тізіміне енген. Географиялық таралуы. Үндістан дәстүрлі бандахни түйінді батик деп айталады. Техникасы кең таралған. Жапонияда рокетти балауызды қолдану деген шибори түйінді бояу сияқты өзіндік техникаларын да пайдаланады. Қазақстанда қазіргі заманғы сәндік қолданбалы өнерде батик техникасы белсенді қолданылып, ұлттық нақыштармен үйлестіріледі. Яғни көбінде ұлттық киімдерде ою-өрнектермен безендіру қазіргі таңда кең таралып отыр. Айта кететін жайт болса, мысалы, шапандарда, жеңіл жібек маталы көйлектердің сән беру үшін осы батик технологиясын пайдалануға болады. Батиктің негізгі түрлері ол батик техникасы қолданылатын резервтеу әдісіне байланысты. Бірнеше негізгі түрге бөлінеді. Әр түрлілік әрқайсысының өзіндік көркемдік мүмкіндіктерін ашады. Яғни батиктің түрлері ол ыстық батик, суық батик, түйіндік батик, бандахни деген тәсіл, еркін батик болып осындай 4 түрге бөлінеді. Ыстық батикті айтып өтетін болсақ, бұл әдісте балқытылған балауыз
резерв қолданылады. Балауызды чангтинг деп аталатын арнайы құралмен жағады. Балауыз бояуды өткізбейді. Бұл матада айқын сызықтар мен жарықтар, кракли жасауға мүмкіндік береді. Суық батик. Суық резерв резина негізінде қоспа қолданылады. Резерв арнайы шыны түтіктер арқылы жағылады. Бұл жұқа айқын контурлар жасауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс графикалық суреттер үшін қолайлы. Түйіндік батик. Матаны жіптермен немесе резеңкелермен байлап, түйіндер жасау арқылы бояйды. Байланған жерлер боялмай қалады. Бұл геометриялық немесе абстрактылы өрнектер береді. Бұл әдіс Үндістанда кең таралған. Еркін батик. Резервті қолданбай, мата бояуды еркін жағу арқылы орындалады. Көбінесе тұз, уытты қоспалар немесе матаға арналған арнайы қоюлатқыштар қолданылады. Акварельдік эффектілер жасауға мүмкіндік береді. Сәнді қолданбалы өнердегі батиктің рөлі. Батик өнері тек матаға бояу техникасы ғана емес, ол заманауи дизайн мен сәндік өнерде кеңінен қолданылады. Киім дизайнында батик техникасымен жасалған маталар сәнді киімдер, шарфтар, парео және аксессуарлар жасау үшін қолданылады. Оның бірегей өрнектері әрбір бұйымды эксклюзивті етеді. Интерьер дизайнында батик панулар, перделер, жастық, қаптары және дастархандар интерьерге ерекше шығыстық немесе этникалық нақыш береді. Олар үйге жылулық пен жайлылықты қосады. Көркем сурет. Батик қазіргі заманғы суретшілер үшін матадағы кескіндеме ретінде қолданылады. Ол дәстүрлі кескіндемеден ерекшеленетін тереңдік пен текстура береді. Материалдар мен құрал жабдықтарға жалпы шолу. Батикпен жұмыс істеу үшін арнайы материалдар мен құралдар қажет. Оларды дұрыс таңдау, жұмыстың сапасын анықтау. Маталар. Табиғи маталар жібек, мақта, зығыр. Ең қолайлы жібек ең танымал таңдау матасы болып саналады. Өйткені ол бояуды жақсы сіңіреді және әдемі жылтыр эффект береді. Бояулар. Матаға арналған арнайы анилин немесе акрил бояулары қолданылады. Олар матаның талшықтарына терең еніп, жуғаннан кейін де өнін сақтайды. Резерв. Ыстық батик үшін табиғи балауыз, парафин мен балаусыз қоспасы. Суық батик үшін арнайы сұйық резервтер қолданылады. Резервтің міндеті бояудың матаға жайылуын тоқтату, яғни салынған суреттің сырт сызықтарын осы резервтермен айналдырып, бір-біріне жаңағы матаға бояу түскен кезде бояулар бір-бірлеріне көшіп кетпеу үшін осы резервті пайдаланады. Құралдар. Ыстық батик үшін чангтин балауыз жағуға арналған құрал. Суық батик үшін шыны, түтіктер, сондай-ақ қылқаламдар, мата, кергіш рамы және балауызды ертуге арналған ыдыс қажет. Ыстық батик техникасының ерекшеліктері. Ыстық батик ең дәстүрлі және күрделі техникалардың бірі. Ол көп қабатты бояуды және балауызды кезең-кезеңімен жағуды талап етеді. Балауыз жағу
жарық аймақтарды қорғау үшін арналған. Жеңіл бояу, тоқтаусыз жеңіл түске бояу. Қосымша балауыз, жеңіл реңкті сақтап қою. Қою бояу соңғы түске бояу болып саналады. Бұл әдістің ерекшелігі балауыздың жарылуынан туындайтын кракле эффектісін бұл суретте ескілік пен ерекше текстура береді. Суық батик айқын контурлар өнері. Суық батик европалық өнерде кеңінен таралған. Графикалық және айқын контурлы суреттер жасауға мүмкіндік беретін техника. Техникалық қадамдар суретті матаға көшіру, шыны түтікпен суық резервті контур бойынша жағу, резервтің толық кебуін күту. Бұл бояудың жайылуына кедергі келтірмейді. Контур ішіндегі аймақтарды бояумен толтырады. Маңызды ақпарат бойынша өте батикте қолданылатын маңызды ақпарат ол суық резервтің контуры үзілмеу керек. Әйтпесе бояу матаға жағылып кетеді. Бұл техниканың негізгі талабы. Қорытындылай келе, батик шығармашылықтың шексіз мүмкіндіктері ол батик технологиясын меңгеру студенттерге матамен жұмыс істеуде жаңа шығармашылық көкжиектер ашады. Бұл дәстүр мен заманауи өнерді біріктіретін бірегей өнер. Тағы да ескеретін жайт, батик алғаш рет 16 ғасырда Ява аралында пайда болып, 17 ғасырда Нидерландықтар арқылы бейімделген. Ал 19 ғасырда сауда байланыстары арқылы Батыс Африкаға таралған. Бұл мата бояу техникасы африкалық мәдени сәйкестілік маңызды элементіне айналып, естелік текстильдер әлеуметтік мәртебені, саяси билікті және экономикалық жағдайды бейнелейтін қуатты коммуникациялық құралға айналды. Қазір Африкада батик ұжымдық жадты сақтаушы қызметін атқарып, маңызды оқиғаларды еске алу, көшбасшыларды құрметтеу және мәдени мұраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында қолданылады. Технологияның европалық шығу тегі болғанына қарамастан, африкалық батик маталары жергілікті бірегей ерекшеліктерге ие болып, африкалықтың символына, сондай-ақ ресми әрі халықтық мәдени жадты қалыптастыруды құралына айналдырды. Осымен екінші дәріс аяқталды. Сіздерге тәжірибе тапсырма берілген, сондықтан назарлар. Пән бойынша жалпы қорытынды: тігін бұйымдарын безендіру технологиясы. Пәні студенттерге матаны көркем өңдеудің теориялық негіздері мен практикалық әдістерін кешенді түрде меңгереді. Пән мазмұнында батик технологиясы, тігін бұйымдарын кестелеу, джинсы маталарын заманауи әдісімен безендіру, аппликация жасау және ұлттық кестелеу технологияларын жүйелі түрде қарастырады. Оқу барысында студенттер әртүрлі маталардың жібек, мақта, джинсы, киіз былғары тағы басқа қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдауды, бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді, бисер, тастар қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішін көркем заңдылықтарын, ұлттық ою өрнектердің мағынасы мен символикалық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы,
эстетикалық талғамының қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұраны сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осы пәнді оқу барысында студенттер әртүрлі маталардың жібек, мақта, джинса, киіз, былғары, тағы басқа маталар сияқты қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдайды. Бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді бисермен, тастармен қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішінің көркемдік заңдылықтарын оқу барысында студенттер меңгереді. Ұлттық ою-өрнектердің мағынасы мен символдық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы, эстетикалық талғамның қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұрасын сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лекцияны, дәрісті оқыған Наетова Гүлнұр Абудилақызы, сеньор лектор. Келесі дәрісте кездескенше қош сау болыңыздар.